Бұл сіздерді шақырдым. Сіздің әкеңіз, сіздің анаңыз жаңа айтып тұрған ең құрметтегі лайықты жандар осы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда жақсылықты әуелі анаңа жаса деген. Екінші анаңа жаса. Үшінші анаңа жаса, одан кейін әкеңе жаса деген. Сондықтан осы кісілерді қадірлей білсеңіздер, әрқашанда қабақтарына кірбің келтірмей, бағалай білсеңіздер, екі дүниеде жаман болмайсыздар. Мен де әуелге осы әнімді осы көкеммен анамыздың құрметіне арнағым келіп отыр. Керемет ән бар, әке ана деген. Әлбекжан, осы кісілердің құрметіне қабыл алыңыздар, тойларыңыз құтты болсын. Келіңіз. Аналарымызға шапалақ қойыңыздар, ағайындар. Кедір анам, жағдайымды сағат сайын сұраған. Керек емес дүниенің байлықтан, екеуіңіз болыңызшы дін аман. Керек емес дүниенің байлықтан, екеуіңіз болыңызшы дін аман. Сіздер бақытында барында, қандай керемет көрініс.